Siz ne dediniz ba? Mitingge şakırasın dediniz ba? Жоқ. Жоқ. Siz beni түсіріп отырсыз ба? Я түсіріп отырмын. Сол заңды құқымды пайдаланып. Түсіре беріңіз. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. А неге түсіріп Жоқ, енді мен мақсаттарыңызды нақты айтыңыз. Мен сіз тек қана тексеру үшін келдіңіздер деп ойладым. біздің қазір Мен біреу айтты, митингке шақырып отыр деп айтты ма? Бәрі дұрыс болса, осы видео өшіріп қоямын. қалай айтасыз, филолог Оғыз Доған ба? Иә. Мен Google-ға, YouTube-ға жазсаңыз менің аты жөнімді. Көп деген материалмен танысасыз. Оғыз Доған деген ол не мағына? Оғыз Доған деген біздің түркілердің түпкі атасы. Осы менің докторантура диссертациям. Бүкіл түркі. Сіз ренжімесеңіз, бір сұрақ қойшы. Үйде көшірме бар ма? Көшірме болу керек. Құрметті достар, бауырларымыз тексеруге келіпті. Бұл ертең біздің Жоқ, біз тошто тексердік. қазақ тілінің жағдайына байланысты, акциямызға байланысты деп ойлаймын. Мені неге митингіге елді шақырасың деп сұрақ қойып отыр. Нарушение болған жоқ деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Менің парақшама кіріп Тіркеп қоямыз ба? Мені тыңдаңызшы. тыңдап тұрмын. Жоқ, нотариус емес, просто Тіл майданы атты қозғалыс, тіл қозғалысы Қазақстан Республикасындағы заңның мен тыңдап алдыңыз. Сұрақ қойдыңыз ба? Мен сұрақ қойдым. Мен жауап беріп тұрмын. Акцияға адамдарды 21-ші бабын бұзып жүрген коммерциялық мекемелерге ертең акция жүргіземіз. Оларға ескерту жасаймыз. Тұтыныш ретінде. Өйткені әрбір көрнекі ақпараттың міндетті түрде жазылуға тиісті екенін оларға ескертіп түсіндіреміз. Грамматикасы мен фонетикасын зерттеген жалғыз кісі. Сондай акция. Мәдени акция да, тілге байланысты. Соған байланысты. қазір біз мына жерде кетеміз. ОПМ участок. жергілікті тұрғылықты жер бойынша бүкіл аумақты тексереміз. Біз сізге қазір Онда неге митингі деген сөзді неге айттыңыз? Бауырым, сіз айттыңыз. Митинг туралы? Митинг емес, мен сізге айттым. Қандай акцияға сіз шақырып жатсыз? Жоқ, мен телефонды қоспай тұрғанда сіз неге митингіге шақырасыз деп сұрағаннан кейін мен телефонды қосып отырмын. Бізде ондай жоқ ешқандай. Телефонды сіз қосып жатқаныңызда мен Оны дәлелдеуге мәжбүрмін. Сол үшін мен сізге сұрақ қойып отырмын. Қандай митингі туралы естідіңіздер? Мен біріншіден өзім Түркияның азаматы болғандықтан мен Қазақстанның ішкі істеріне, ішкі саяси істеріне түбегейлі қатыспайтын адаммын, араласпайтын адаммын. Бұл менің үлкен принцибім. Кіруге не қаласыз кір? жоқ, негіз. Жоқ, болмайды. Тұра береміз бе? Иә. Ау. Осылай тұра береміз бе? Иә, сіз менің сұрағыма жауап беріңіз. Осылай телефонды түсіре бересіз бе? Иә, әрине түсіре беремін. Жай, тамда түсіре бересіз. Бауырым, маған түсіндіріп беріңіз. Бауырым, Мен мына жерде сізге сұрақ қойдым. қандай митингі? Мен қандай митингіге шақырыппын? Қайдағы митинг сізге айтып жатқан жоқ. Айттыңыз, сол айтқаннан кейін мен түсіріп отырмын. Сіз айттыңыз, мен тіл туралы мектеп ашып жатырмын. Мен сізге айттым, қандай мектеп? Мектеп деген жоқ, сіз митингі дедіңіз. Сіз айттыңыз, мен акция жарияладым. Мен емес, Қуат Ахметов атты азамат, Қазақстан Республикасының азаматы Қуат Ахметов. Қуат Ахметов, жазыңызшы. Енді оны елдің бәрі біледі ғой, интернетке кіресіздер ме? Қуат Ахметов. Иә. Кім ол? Айтыңызшы. Бұл Қуат Ахметов Қазақстан Республикасының жай азаматы, тіл майданы атты қозғалыстың көшбасшысы. ИП-сі бар? Өзі жай азамат, ол саясат жоқ, Алматыда тұрады. Саясаткер емес, ол жай Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қазақ тілінде қызмет талап етіп жүрген азамат. Қуат Ахметов. Оның бастамасымен, оның шақыруымен тек қана мен ғана емес, Қазақстанның барлық облыстарында тіл... Пожалуйста, түсіндіріп беріңізші. Түсіндірейін. Мақсатында. Мынандай, мысалы үшін, сол тіл туралы заң қазір жақында ма? Жоқ, жақын емес, бірақ Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының 21-ші бабы бойынша әрбір мекеме көрнекі ақпарат
жабыстырады ғой, мысалы үшін, немесе бағаларды жабыстырады, өнімдердің, товарлардың аттарын жабыстырады ғой. Сол кезде қазақ тіліндегі версиясын да жазуға міндетті. Бұл адамдардың өзінің таңдауына қалдырылған жағдай емес. Орысшасында, қазақшасында жазу керек. Қазақшасын сол жағына немесе үстіңгі жағына жазу керек. Біз осы заңды ескертеміз. Осы заңды ескертеміз. Біз КСК-ны, мысалы үшін, талап еттік, осы Акцияны қазақша. Нұрсұлтан қаласында, мен Нұрсұлтан қаласында, Қуат, Алматы қаласында, басқа да азаматтар Қарағанды қаласында. Қай жерінде акция шығарасыз? Ау, Қай жерінде? шығамда кім тіл туралы заңды бұзып отыр, барамда ескертем. Бұл заңды берем, принтерден шығарып. Әрине, принтерден шығарам. Міне қолыңызға берейін. Қазақша жазсын деп отқан ғой. Иә. Жоқ, мен түсінікті. Енді сіз Бұл заңды берем, бауырым. Мысалы түрік бүгін. елінің азаматысыз. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Қалай сіз түрік ел азаматсыз? Мен бәрібір Қазақстанда визамен тұрып жатқан азаматпын. Азаматтың адамдарына ескерту жасайсыз. Өйткені мен тұтынушымын. Тұтынушы ретінде мен нан алам ба? Сол нан хлебтің жанында міндетті түрде нан деп жазуға олар міндетті екен. Мен Екі тілде жазу керек, дұрыс па? екі тілде жазу керек, дұрыс. Сіз білесіз ба, осындай акция біреу ренжіп қалады. Сосын біреу заявление жазады. Жазсын. Мынау түрік Жазсын. азаматы келіп мына жерде бізді жек көреді екен орыстарды. Жоқ, бұл орысқа қатысты емес. Жоқ, қалай? Ешқандай ұлтқа қатысты мәселе емес бұл. Ол басқа ұлттың адамдарына Аха. кішкене енді ойлайды ғой. Жоқ, бұл Қазақстан тәуелсіз мемлекет қой. Иә. Бауырым, сенің жасың қаншада? Жасың қаншада? Жасың қаншада? Менің жасым 30-да. Мен 47 жастамын. Енді Қазақстан тәуелсіз болғанда сіз 3 жаста екенсіз. 2 жаста екенсіз, иә? Мен Қазақстан тәуелсіз болғанда университетте студент болатынмын. Тәуелсіздік хабарын естігеннен кейін мен 10 күн жыладым қуаныштан. Мен білем. Оған дейінде біз мектепте оқып жүргенде неге Қазақстан тәуелсіз емес, неге басқа да түркі мемлекеттер тәуелсіз емес деп біз жылап жүргенбіз. Менің әбден құқығым бар Қазақстанда қазақ тілінің аясын кеңейтуге өз үлесін қосуға. Сосын мен жай Түркияның азаматы емеспін. Мен Түркияда жарық көрген жалғыз қазақ тілінің грамматикасы атты ғылыми еңбектің авторымын. Қазақ тілінің фонетикасы атты екінші ғылыми еңбектің мен авторымын. Мен өмірімді қазақ тіліне арнаған адам ретінде және де тұтынушы ретінде, нан алатын адам ретінде нан деген жазуды мен талап етуге әбден құқым бар, бауырым. Дұрыс па? Бұл ұлтқа ешқандай қатысы жоқ. Енді әрбір ұлт сыйлауға акция жасап көріңіз, барыңыз. Бірақ та байқаңыз, абайлаңыз. Қандай Қазақстанда көп қой. Мүмкін оны біреу басқаша. Мен сізге бір нәрсе айтайын ба? Қай мемлекетте болмасын, бір ұлтты кемсіткен адам қылмыскер болып есептелінеді біріншіден. Осы жерде орыс ұлтын кемсітсеңіз де, қазақ ұлтын кемсітсеңіз де, бұл қылмыс болып есептелінеді. Бұл тілге де қатысы жоқ. Сол үшін менің жеке ешқандай ұлтпен проблемам жоқ, мәселем жоқ. Сізді тыңдадым. Иә. Сізді тыңдадым. Енді қоя тұрмын, сіз осындай жақсы азамат екенсіз. Қазақстан ұлтына үлес қосып жатсыз. Осындай тіл жасап жатсыз. Біз полиция қызметкерлеріміз. Не үшін сіз соткаға түсіріп, бізді өйткені сіз Сіз неге митингіге шақырасың деп сұрақ қойдыңыз. Мен осы қауіпті сұратты. Оны агрессияға бара алмайсыздар бәрібір. Өйткені Қазақстан ол жай ауыл емес, ол мемлекет. Полиция ешқашан да агрессияға бармайды. Мемлекеттің заңдары болады. Сіздер заң аясында әрекет етуге міндетсіздер. Мен де өзім полицияның баласымын. Сол үшін? Жандармия ма полиция? Жоқ, қаладағы полицияның баласымын мен де. Қазақстан не емес, бұл Африкада болады ғой, заңсыз, бұл мемлекеттік қызметкерлердің өздері біреулерді ұстап, әкетіп, өлтіріп. Қазақстан онда мемлекет емес. Қазақстан әлемге үлгі болып жатқан мемлекет. Мен барлық сұхбаттарымда мысал ретінде айтып жүрмін.
Астана процесс деген бар. Естідіңіздер ме Астана процесін? Сирияда соғысып жатқан жақтар Қазақстанға келіп бейбітшілік іздеп жүр. Сириясы да, Ресейі де, Түркиясы да келіп Қазақстаннан бейбітшілік іздеп жүр. Қазақстанда үлкен саммиттер өткізіліп жатыр. Бұл нені білдіреді? Қазақстан бүкіл әлемге үлгі болуға лайықты мемлекет дегенді білдіреді. Бұл жерде Қазақстанда тек қана заң үкімдері ғана жүреді. Дұрыс па? Онда қорқытып, неге митингіге шақырасың деп не қылып дегенде ондай нәрсе болмау керек бауыр. Сіз ондай не? Акция білесіз ба қазір осындай пандемия? Бұл акция деген сөзден нені түсінесіз? Адам жинайсыз ба сіз? Жинамаймын. Өзім отбасыммен барам, бол. Отбасымен? Иә. Отбасыңызбен барасыз. Олар мүмкін баланың жағдайына қарай келеді немесе келмейді, бол. Сөзіңіз бөлейін, просто бұл жігіттердің сұрап атқаны мен сізге түсіндірейін. Может, толыққанды жеткізе алмай жатқан шығармын түбіне дейін. Сіздің қауіпсіздігіңізді ойлап отыр. Бізге Қазақстан аумағында жүрген әр азаматтың денсаулығы. Сіз сол үшін келіп тұрсыздар ма сіздер? Сіз тыңдаңыз. Мен сізге просто түсіндіре алмай жатқанын түсіндіріп отырмын. Сіздің қауіпсіздігіңізді ойлап отыр. Ешқандай сұрақ жоқ, сізге қарсылық жоқ. Акцияңызды жүргізіңіз, бірақ сіз егерде келісімді түрде сақтар еді, түсіндіңіз ба? Сіз білмейсіз ғой, дәл қазір акцияның кезінде не болатынын білмейсіз ғой. Сол себепті сізге қауіпсіздік. Енді сіз мен қауіпсіздігімді қорғауға да осында сіздер сияқты қорғау органдарын бірақ та сіз егер осы акцияға мен бір неге орыс ұлтының өкілдерін кемсіту керек дегендей сөздер айттыңыздар ғой. Мен оны айтқан жоқпын. Мен қазақ тіліне байланысты заң ережелерін басқа еш нәрсе істемеймін. Жоқ, сол енді әрқалай жағдай болуы мүмкін ғой акция кезінде. Акция мен осындай күні осындай шара жүргізейін деп жатырмын. Сіздер менің қауіпсіздігімді қамтамасыз етіңіздер. Мысалы, әрқандай жағдай болады. Келіңіз, етіңіздер. Мына заңды көрсеттік. Заңды көрсеттік. Қай жерге барасыз? Қай жерге барасыз? Қай, любой шығып магазинге барасыз ба? Қалай акцияны қалай жүргізесіз? Жоқ, барамын да. Бізге сол қызық. Жоқ, барамын да. Қай жерде заң бұзушылық бар? О заң бұзушылық. Мысалы, бауырым, мен жүргізуші ретінде Қызылдан өтсем, міндетті түрде өйткені ол заң бұзушылық. Ол қылмыс емес, бірақ заң бұзушылық. Қазақ тіліндегі жазбау көрінік ақпаратқа. Ол да заң. Мен сізге үйрететін адам емеспін. Сіз зерттегенсіз, сіз бүкіл топ қандай үлкен бай сүрінбейтін. Жаңағыдай жақ бұл. Ол сізге... Менің есібім Қазақстанның ішкі саясатына, менен танымал адам болғаннан кейін айтады ғой, билік туралы не ойлайсың, анау партия туралы. Менің ішкі саяси мәселеден араласуға хақым жоқ. Екіншіден қызықпаймын. Түркияда да, Қазақстанда да ішкі саяси мәселелерге қызықпаймын. Ал бұл тіл мәселесі деген. Бұл қазақ тілі біледі. Ата бабаларым сол түрік қағанатынан келіп жатқан мирас. Бұл жерде менде құқым бар. Менде үлесім бар қазақ тілінде. Оны мен ешкімге таптатпаймын. Сол акцияны сол өзге ұлттарға ешқандай қатысы бар мәселе емес, бауыр. Саясат туралы әңгіме болып жатқан жоқ, бұл жерде просто жоқ, саясат, мысалы шығады ғой, Әблиясовшылар шығады, мысалы үшін митингге шығады. Енді бауырым, қараңыздар, 28 жыл болып әлі қазақ тілі Қазақстанды үстемдік құра алмай жатыр. Өйткені бұл бір жағынан бұны бәрінде мемлекетке бұл кінәні артуға болмайды. Халық талап ету керек та, біз сияқты тұтынушылар талап ету керек қазақ тілін. Сөйтіп талап мәдениетті түрде мен бүгін ғана бір видео жарияладым. Мәдениетті түрде тыңдашы сол видеоны. Көрсетші.
Мына бауырларым да тыңдасын деді. Мүмкін бұларға дұрыс ақпарат бермеген шығар. Бәрін ескерттім. Ертең барып талап етейік. Бірақ бәрібір де мәдениетті түрде, сауатты түрде, ешқандай дөрекілікке бармай, жаман сөз айтпай деп мен. Өйткені менің сөзімді тыңдайтын адамдар көп. YouTube'ға кірсеш, Қуат Ахметовтың парақшасы. Кім сізді тыңдайды? Телефондарыңызда интернет бар ма? Сіз осы үйде түсірдіңіз, иә, осы үйде? Иә. Бастап келе жатқан тіл майданы қозғалысын шақыруымен мемлекеттік заңдарды, оның ішінде қазақ тілін аяққа таптап келе жатқан кейбір дүкендерді таңдап, барып, қазақ тілінде қызмет талап. Тыңдаңыз бауырым, тыңдаңыз. Әсіресе көрнекі ақпараттың қазақшасы бар ма, жоқ па, соны тексереміз. Сол үшін осы акцияға баршаларыңызды қосылуға, соны тексеру сіздің құқығыңыз бар ма? Әрине, мен тұтынушымын екен. Қандай тұтыныш? Нан алу үшін мен беруіміз керек. Қандай сіз мысалы барып ол магазинге құқығыңыз бар, әкеліңізші документіңізді. Қандай сізде ондай құқығыңыз бар? Бауырым, сіздің де бар. Біреуді тексеру. Бірінші мені тыңдап алыңыз. Ұлттық намысымызға. Жоқ, тыңдағым келмейді. Жоқ, мысалы, не деп отыр ғой мына жерде? Айқайлауға болмайды, мәдениетті түрде түсіндіру керек деп. Жоқ, сіздің ондай құқығыңыз жоқ. Қалай жоқ? Әбден бар. Жоқ, сіздің бар. құқығыңыз ондай. Бар. Мен қазақ тілінде қызмет осы үйде мысалды, арбуз сатам, помидор сатам. Сіз келесіз, бір Турцияның қай жердің азаматы болмасын. Келеді, документін берші дейді. Бермейді. Документ емес. Бұл документ емес. Сіздің жарнамаңыз мысалы помидор деп тұрса, қызанақ деп жазуыңыз керек. Қызанақ, помидор бағасы. Екеуін де жазу керексің. 5 рубль деп жазбайсыз ғой мысалы. Мысалы, ана кісі айтады, өзім білемін. Бауыр, менде осы бұл заңды сіз түсінбесеңіз, мысалы мемлекеттік қызмет ретінде, сіз басқаларға қалай түсіндіресің? Біз сізге міне заң бар деп айтамыз да кетеміз, болды. Осындай заң бар. Солай ғана айтасыз. Әрине, не деп істеуші едік басқа? Не істеу керек? Көп адамдар заң білмейді. Енді бөлімшеге барғанда да менің видеомда қайтадан тыңдап көріңіз, мен ол жерде не деп айтып отырмын. КСК-да да солай болды. Олар білген жоқ. Ондай заң бар екен. Негізі ол қайдан басталды сол әңгіме? Менің мектеп кезімде мен Мағжан Жұмабаев өлеңдерін оқып басталды. Мен үшін сұрап отырсың ба? Мен үшін Мағжан бастатты. Мен жеке Мағжанның сіз бір белгі болып, нұрлы жол алдың деген қайтпаймын, өлсем де қайтпаймын. Бұл менің ұлттық борышым біріншіден. Және де біз не істемейміз ғой, мысалы біз орысша версиясы заң қалай болса, оны орындасын, болды. Негізі бар ғой, осы заң бұзушылықты тоқтататын мен емес, сіздер бар ғой. Сіздер жұмыстарыңызды толық атқармағаннан кейін біз жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сіз неге көшеде бір жігіттің екінші жігітті ұрып жатқан көрсеңіздер қарап тұрасыздар ма? Неге онда қазақ тіліне байланысты заң жатқанда қарап тұрасыздар? Өздеріңіздерге, дүкендерге барасыздар. Неге қарайсыздар? Дүкенде жазылып тұр ғой қазақша. Әр дүкенде жазылмайды. Өзіңізде жақсы білесіз. Ойын алайын бауырым. Жарайды. Енді мәселе осы. Бұл тек қана бір мәдени іс-шара. Ешкіммен төбелестің Қазақстанға да, адамның жеке өзіне де пайдасы жоқ. Жақсы онда. Біз жүрейік, ары қарай жұмысымыз көп. Сөйтіңіздер, бауырым, енді келген кезде сіздер негізі куәліктеріңізді көрсеттіңіздер, бірақ та енді аты жөндеріңізді атап кетсеңіздер қайтадан. Куәлігіңізді көрсеттім. Біліп алайын, кіммен сөйлестім. Енді аты жөндеріңізді. Мен атым Мерген. Фамилияңыз кім? Сәрсенбайұлы.
Сәрсенбайұлы, сіздіңше? Менің есімім Бақтыбек Абдыраппарович. Сізше? Рустамбек Мейрамбек. Қандай бөлімшеге қарайсыздар? Мен саған қараймын, осы жерге қараймын. Сіз осы ауданның, Осы ауданның учаскесіне қараймын. сіз көші-қоннан келдіңіз бе? Екеуміз сол Сіз көші-қоннан келдіңіздер, иә. Сол бауырым осы жағдай осы. Келістік па? Бір не бар ма? Реніш бар ма? ОПМ жүріп жатыр, А? сізге айттық қой, ОПМ жергілікті. Не ол ОПМ? ОПМ участок деген. Сондай ОПМ жүріп жатыр. Сол бойынша біз тексеріп жүрміз бүкіл адамдарды. Көршілерімізге кіреміз. Жай сол үшін келген болсаңыздар жақсы. Мен осыны қоспаста едім ғой, сен митинге дегеннен кейін мен қайда енді көріп естіп жүрміз ғой осындайды. Мен шошып ешкімнен қорықпаймын, білесің бе? Ешкімнен қорықпаймын. Өйткені сонда телефонды қорқақ 1000 рет өледі. Батыр 1 рет өледі. Біздің өлетін бірақ өлуге бірақ неміз бар да, мүмкіндігіміз бар. Сол үшін енді мейлі ұлт үшін, тіл үшін өлейікші керек болса. Азаматсыз, жақсы сөйлейсіз, тіліңіз бай. Неге телефонды алып? Бұл да біздің қауіпсіздік шарамыз. Жоқ. Осыны бәрін дәлелдеп жүруіміз керек. Не үшін уайымдағансыз? Полиция қызметкері келіп тұр. Неге? Соны айтыңызшы маған. Ладно, онда сау болыңыз. Бауырым, нені естің ба? Сонда енді көрерменге де айтып кетейін. Өткенде бір әйел бір өсек таратты ғой, бұл ұшақтардан бір нәрсе бізге вирус шашып отыр деген сөз таратты. Есіңізде ба? Ұшақтар. Фейк, көрдіңіз бе? Осыған сеніп жүрген халық бар, қара. Осыған мен осыны қазір айттыңыз. Пост шығарып та айтты оны. Бәрі өтірік. Әрине сіздерге өкінішке орай. Бұны өздеріңізді сынаңыздар. Сіз білмейсіз. Айнаға қарағанда бұның себебі не деп ойлаңыздар? Күніне 100 адамға барам. Соның 90. Оны осындай бір адамда сенбейді. Оны қазір 100 адам. Бір адамда сенбесе, енді бұл халық қой. Көп адам сенеді. Адамға, елге ең қымбатты нәрсе халық. Халықтан бір адам сенбесе, ол үлкен жеңіліс ол. Сол үшін бауырым, енді бұл мәселе, бұл жүректі ауыртатын мәселе. Мен ол сеніп жүрген ақкөңіл аңқау адамдарға да ренжеймін. Бірақ енді сіздерге де ренжеймін. Неге сенбейді? Мен басым ғой. Өзіңізден бастаңыз, сеніңіз, телефонды қойыңыз, сөйлесіңіз. Өзіңізден бастаңыз бас. Жарайды. Егер митинге анау-мынау деп бұлай не қылмасаңыз, араластырмасаңыз, бәріне жауап беруге дайынбыз. Еркекше. Жақсы. Жақсы болды. Енді қолымда алмаймын осы вирусқа байланысты. Пандемия ғой. Жақсы. Аман болыңдар. Осындай достар, осындай болды. Енді бір қызығы, енді мен сіздерді көре алмадым ғой, не деп жазғандарыңызды. Ең қызығы мойындамайды да. Мені ашқаннан кейін, мен сол телефонды қосқаннан кейін, жоқ, митингі деп айтқан жоқпын дейді маған. Ай Құдай. Ай Құдай. Енді тек қана сіздер ғана емес, осы эфирді мен 100% білем, бұлардың бастықтары да көрді. Ішкі істер органдарының өкілетті адамдар да көрген шығар, енді көретінде шығар, осы енді жазылып қалады ғой. Мен оларға айтарым, бұл дұрыс емес. Біз қылмыскер емеспіз. Біз ешқандай бір ұлтты кемсітейік деген ойымыз жоқ. Осында полиция жіберіп, бізді қорқыта алмайсыздар. Өйткені біз осы полицияларды, полиция бауырларымызды жақсы көреміз. Өйткені біз мемлекетімізді жақсы көреміз. Әрбір түркі мемлекеті мәңгі жасасын. Біз мемлекеттерімізге жау емеспіз. Біз қылмыскерлер емеспіз. Біз тек қана ана тілін талап етіп, ана тілімізді, түркінің мирасы, қазақ тілімізді қалай аспанға шығарамыз? Сол Мағжан атамыз айтқандай. Сол үшін шырылдап жүрген адамдарымыз ғой. Осындай полиция жіберіп дегендей ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді бастарыңызды ауыртқан болсам, айып етпеңіздер.
Соңғы сөз. Не көрсем де Алаш үшін көргенім. Маған атақ, ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де Алаш өлмес, көркер. Істей берсін қолдарынан келгенін.